Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Кім мені естіп тұр, кім мені көріп тұр, белгі беріңіздер. Менің даусымды естіп тұрсыздар ма, көріп тұрсыздар ма? Жақсы, көптеген әріптестерім қосылып жатыр екен. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздегі осы өткізетін вебинарларымыз онлайн режимде өтіп жатыр. Сондықтан мен сіздерге қоятын сұрақтарым болады. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, осы чатқа жазып отырсаңыздар, пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар, сәл қазір күтейік. Көптеген әріптестерім қосылып жатыр. Сонымен, бүгінгі вебинардың тақырыбы оқыту мен оқу сапасын арттыруда оқушы үнін тыңдаудың маңыздылығы. Бұл вебинардағы ұсынылған мақсатым оқыту үдерісінде оқушы үні идеясының маңыздылығы туралы түсініктерін арттыру, қазіргі уақытта оқушыны толғандыратын мәселелер бойынша оқушы үні тәсілін тиімді қолдану, оқушылардың үнін тыңдау арқылы мектеп өмірінде туындайтын мәселелерді бірге шешуге мүмкіндік беретін жолдарын қарастыру. Оқушы үннің маңыздылығы, оқушы үннің идеясының маңыздылығын анықтау үшін бір қатар себептер анықталған. Білім берудің негізгі мақсаты оқу бағдарламаның мазмұны жаңарумен қатар оқытудың әдіс тәсілдер мен ақпарат құралдарын тиімді қолдануды талап етеді. Қазіргі Қазақстанда білім берудің дамытудың 20 жылға арналған мемлекеттік бағдарламада білім беру жүйесін жаңарту үшін ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытында үлкен мән беріліп отыр. Осыған байланысты қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесіндегі реформалар, яғни оқу мазмұны мен бағалау жүйесіне өзгерістер енгізілді. Бұл әрине өзгерістер тек қана мұғалімге ғана емес, оқушының да үлесі бар. Осы тұрғыда оқушының пікірі қаншалықты ескеріледі? Оқушының пікірі мұғалімнің тәжірибесіне жақсартыла ма деген сұрақтар туындалады. Және мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас қалай дамиды? Бұның барлық осы сұрақтар, мәселелерді біз оқушының пікірін тыңдау арқылы ғана анықтаймыз. Ал енді осы оқушылардың пікірін тыңдауда өз тарихына жүгінейік. 1989 жылы балалар құқығын жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясында 4 қағидаттың бірі ретінде баланың пікірін білдіру құқығы туралы заң қабылданған. Яғни, кез келген уақытта бала өзінің пікірін, ойын еркін білдіре алады. Осымен бірге Ұлыбританияда жүргізілген зерттеулер оқушылардың оқыту мен оқу туралы пікірлеріне назар аударылған. Оқушы үні жобасы белгілі жақтаушы Джин Раддок былай жазған. Оқушылармен пікірлесудің мақсаты оқушы туралы оқушының көзқарасы тұрғысынан түсіну және жекелеген оқушылармен топтар үшін оқуды қалай жақсартуға болатын анықтау пікірлермен бөліскен. Оқушы үнін тыңдау негізінде оқушылармен пікірлесу, әңгімелесу басшылыққа алынады. Оқушылармен пікірлесу ол өте күрделі үдеріс.
Сондықтан сонымен қоса мұғалімдердің оқушы үні мұғалімдердің өз тәжірибелерін жақсарту мақсатында сабақты зерттеу, іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарында қолданады. Зерттеу сұрағына жауап іздеу барысында оқушылардың пікірі аса маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты мен сіздерге, құрметті әріптестер, осы жерде қосылып отырғандар, мынандай сұрақтар қойғым келіп отыр. Оқушы үні идеясын қалай түсінесіздер? Сіз оқыту үдерісінде оқушы үнін тыңдауда ескересіз бе? Оқушы үнін ескеруде сіздің тәжірибеңіз қандай өзгерістер болды? Құрметті әріптестер, осы сұрақтарды жауап беруді мына чатқа өз ойларыңызбен бөліссеңіздер деп отырмын. Қандай бір ойларыңыз бар осы сұрақтарда? Өздеріңіздің тәжірибелеріңізде осы оқушының үнін қолданып көргенсіздер ма? Пікірлерін тыңдағансыздар ма деген сұрақтарға жауап жазсаңыздар мен. Қаншалықты сіз өзіңіздің тәжірибеңізде қолданасыз оқушылардың үнін тыңдау? Енді құрметті әріптестер, бұл вебинар болғандықтан бір-бірімізбен жақсы бір ойлармен бөлісіп отырсақ, өткені бұл жерде көптеген әріптестер қосылып отыр. Жарайды, онда біз ары қарай кете береміз, бірақ дегенмен, егер өздеріңіздің бір ойларыңыз болса, осы чатқа жаза беріңіздер. Сонымен оқушының пікірін тыңдауды ескересіз бе деген сұрақтарды қойып отырдық. Әрине, осы оқушы үнін тыңдау барысында біз мынандай қағидаттарға негізделеді екен. Жадыра әріптесім оқушы үнін практикада қолданам, бала ерекше толғаныста болады дейді. Оның пікірін тыңдау маңызы деп айтып кеткен екен. Нұргүл деген әріптесіміз әрине оқыту үдерісін оқушы үнін тыңдауды ескеремін дейді. Дұрыс, сіздер ескересіздер, ал ол сіздің тәжірибеңізді жақсартты ма? Мен осы сұрақты қойғым келіп жатыр. Қандай көмек берді? Әріптестер өзінің сұрақтарын жазып жатқан шығар. Енді мен айтып кететін, әрине оқушы үнін тыңдау барысында мына қағидаттарға негізделу керек. Біріншіден, оқушылардың пікірін тыңдау ниетті шынайы болу керек. Яғни оқушылардың пікірін тыңдауда негізгі қағидаттарға сүйенеді. Оқушылардың айтқан пікірлерін мұқият қарап, олардың берген сын мен кеңес беру нәтижесінде тиісті шешімдер қабылдану керек. Оқушылар өз пікірін, сезімін, немесе мұғалімнің тәжірибесін өзгерту туралы пікірлерді шынайы айтқаннан оларға зиян келмейтініне сенімді болу керек. Және осы оқушының пікірін тыңдау барысында олардың мақсатын түсіндіре кету керек. Мына жерде сабақта оқушының үніне көп көңіл бөлем деп Күлшаш әріптесіміз, Гүлжазира деген әріптесіміз кедергілерді анықтауға мүмкіндік береді деген айтып кетіпті. Яғни өзінің осы тәжірибесін жақсарту барысында кедергілерді анықтауға көмек береді екен. Жадыра деген әріптесіміз бала өзінің досымен сырласқандай өз ойын айшық айтады дейді. Келісемін, міне көптеген пікірлер айтылып жатыр. Оқушылардың пікірін тыңдай отырып, арада қарым қатынас жақындай түскенін байқадым дейді. Мына Ғазиза әріптесім жақсы бір пікір айтыпты. Яғни пікірін тыңдау арқылы қарым қатынастың жақсарғанын байқаған екен. Жақсы. Сонымен қоса, мына осы қағидаттарға берілген пікір
берілген оқушыға кері байланыс ұсыну керек. Және осы қағидаттардың бірі ол оқушылардың өзіндік пікірін, көзқарастарын қалыптасуына ықпал етеді деп айтылған екен. Нұргүл, тәжірибе барысында оқушы үні жаңа идеяларға жол ашады екен. Яғни сіздің жұмыстарыңызды, яғни оқыту сапасын жақсартады екен деген пікірлерді айтып жатыр екенсіздер сіздер. Ал осы оқушылардың оқу сапасын арттыруда оқушы үнін тыңдаудың қандай артықшылықтары бар екен? Міне қазір әріптестерім көптеген идеяларын ортаға салып жатыр екен. Дұрыс айтасыздар. Пән бойынша оқушылардың сабақ үлгерімі артады. Сабақ үлгерімі бойынша жоғары жетістіктерге қол жеткізеді. Оқушылардың оқуға немесе мұғалімге деген қарым-қатынасы жақсарады. Мына жерде Ғазиза деген әріптесім осы оқушы үнін қолдану барысында қарым-қатынасы жақындай түскенін байқаған туралы айтып өтіпті. Оқу туралы оқушының сындарлы пікір қалыптасуына ықпал етеді деп. Сонымен оқушылардың өз оқуын бағалай алуына дәлелдерді біз таба аламыз деді. Батырхан әріптесім оқушы үніне көңіл беремін деді. Оқушылар мен мұғалім арасында көпірше болады деді. Өз ойын жеткізу дағдылары қалыптасады екен. Міне, яғни оқушылардың оқу сапасын арттыруға осы оқушылардың пікірі бізге өте құнды екенін деп сіздер де маған дәлелдеп отырсыздар. Ал енді осы мұғалімге ол қандай көмек береді екен? Қазір өтсек, ол мұғалім өз тәжірибесін жақсарту тұстарын біледі. Міне сіздер көптеген идеяларды айтып отырсыздар. Оқушылар мен мұғалімдер арасында көпірше болады дейді. Қарлығаш деген әріптесіміз оқушы тыңдау арқылы балалар жақтырмай өз ойларын еркін айту дағдыларын қалыптасуына өз септігін тигізеді деген ойлармен бөлісіп жатыр екен. Рахмет әріптестер, өте белсенді қатысып отырсыздар. Мына жерде де сіздермен мен де ой бөліскім келіп отыр. Яғни егер мұғалім бұны осы оқушы үнін тәсілін қолданып отырса, яғни ол өз тәжірибесін жақсарту тұстарын біледі, оқушылардың ойын тыңдауға мүмкіндік алады екен, оқудағы кемшіліктерін анықтайды. Жаңа ғана міне біздің Жазира деген әріптесім айтып кетті. Оқушылардың қажеттіліктерін анықтауға көмек береді екен, және табысты сапалы оқу ортасын құралады екен. Міне бұның барлығы мұғалімнің оқушыларды оқыту сапасын арттыруда көмектесетін жайттар екен. Тағы да бір айтып кететін бар. Сіздердің осы оқушы үні жаңағы айтып кеткенде Англия мектептерінде оқушы үні жобасы кеңінен таралған екен. Міне осы жобаға мен сүйене отырып, өзім Түркістан облысында Шымкент қаласының мектептерінде жүзеге асырып отырдым. Бұл жүзеге асыру мақсатым бұл жерде оқушылардың жаңағыдай бұл жобадағы енгізу себебім мұғалім мен оқушының арасында қарым-қатынасы қандай болды. Жаңартылған бағдарламаның және критериалды бағалау жүйесін енгізуде оқушы үні тыңдау ескеріле ма деген мақсатта мен осы жобаны өзіміздің мектептерде енгізіп сұхбат, оқушылардан сауалнама, мұғалімдермен сұхбат жүргізіп, сабақты қадағалап, кездесулер ұйымдастырылып жүргіздім. Сол кезде мынандай мұғалімдер мынандай пікірлер айтты. Мұғалімдер мен оқушылар оқушы үні идеясына қалай қарайды дегенде, мұғалімдер мынандай жауап беріп отырды. Мұғалімдерден мынандай бір пікірлер болды. Оқушы өз пікірін білдіріп, басқалармен, мұғаліммен бе, сыныптасымен бе маңызды емес. Мектептегі барлық адамдармен
ой пікірлер мен біліммен алмасуға берілетін мүмкіндік деп бір әріптесім маған осындай кері байланыс беріп отырды. Айтқан пікіріңізді назарға алу үшін дейді. Яғни оқушылардың айтқан пікірлерін назарға алу мақсатында қолданып отыр екен. Бір әріптесім, және бір әріптесім сондай-ақ әділ бағалану үшін, яғни оқушының құқығына нұсқан келмеу немесе бұрмалау жолын берілмеуі деп осындай өздерінің көптеген пікірлерін білдіріп отырды. Мына жақта менің де әріптесімде өткен сұрақтарға жауаптарын жазып отыр. Қайсарбек, оқушы үні ескеріледі, ол өте маңызды деп айтыпты. Айгерім деген әріптесім, оқушы үні біздің алдағы жоспарымызға өзгеріс енгізуге түрткі болады деп ойлаймын деген пікірлер айтып өтіпті. Міне, құрметті мұғалімдер, қазіргі сіздердің көріп оқып отырғандарыңыз, бұл да мұғалімдердің айтылған пікірлері. Ал оқушылардан мектепте оқушы үні қаншалықты ескеріледі және қабылданады деген сұрақта көптеген оқушыларымыз мынандай жауап берді. Оқушы үні, яғни біздің пікірімізді тыңдау дегенді білдіреді дейді. Бірақ біздің мектепте жүргізілмейді дейді. Әріптестер, ол қаншалықты құнды, қаншалықты ол тиімді екен, өз ойларыңызды айтып отырсыздар. Жақсы ойларды, бірақ оқушылардан осындай бір пікір алмасу барысында бізге жауаптар берді. Мұғалімдер біздің пікірімізді ескермейді дейді. Сабақта маған қызық болмағанда дейді, мен мұғалімге өз пікірімді айтқанда дейді, ол маған отыр, мен мұғаліммін, ал сен оқушысың, мен көп білем деген ойларды айтады екен. Енді көрдіңіздер ме, мұғалім мен оқушының арасындағы пікірлер әртүрлі болып отыр. Оқушының құқығына нұсқан келтірмеу мақсатында сауалнама түрде алынуға тиіс дейді. Дұрыс, Алтынбек, ол дұрыс айтасыз. Әрине, оқушылардың бұл сауалнаманың нәтижесінде алынған пікірлер анонимді түрде алынған. Сондықтан осындай олар бізге жауап беріп отырды. Енді тағы да бір жаңағыдай өзімнің Алтынбек әріптесіме айтып кетейік. Мына қазіргі жүргізілген сауалнамалардың бәрі анонимді түрде жүргізілді. Мынау алдарыңызда мен бір сауалнаманың қорытындысын көрсетіп отырмын. Құрметті әріптестер, осы алынған деректерде қандай проблемалар анықталды, осы дерекке қатысты қандай ұсыныстар жасауға болады, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Мына алдарыңызда ол көрініп отыр. Мынандай сауал қойылған оқушыларға: мұғалімдердің сізге деген қарым-қатынасы сізді қанағаттандырады ма деген сұрақта, мысалы бастауыш сыныптарда 30 оқушы қатысқан, барлығы иә деп жауап берген. Ал 7-ші сыныпта 60 оқушы қатысқан, иә деген жауап 51 оқушы иә деп жауап берген. Ал енді 10-ші сыныптың арасында дәл осындай сауалнама жүргізген кезде иә деп 5-ақ оқушы жауап береді. Қалғаны түрлі пікірлер білдіреді. Орташа, онша емес деген пікірлер білдіріп отыр. Тым қатты ашуға беріліп қояды, оқушыға жеке тұлға ретінде қарамайды деген осындай пікірлерді айтып отыр. Оқушыларға ұрсып, уақытын бекер кетіреді және сабақтан тыс нәрселер айтып кетеді деген пікірлерді айтып өтті бізге. Кейбір мұғалімдер дұрыс сабақ берілмейді. Құрметті мұғалімдер, осы сауалнамадан біз қандай проблеманы анықтай аламыз? Және сіздердің ұсыныстарыңызды берсеңіздер осы сауалнамаға. Бұның бәрі оқушылардың пікірі.
Мгм. Аха. Аха, Нұрлан әріптесім, сізге рахмет. Аха. 85-ші мектептен оқушының ойлау қабілетінің оның дамуына үлкен әсер етеді, әрине әсер етеді. Енді құрметті әріптестер, сіздер маған мына сауалнамаға қатысты қандай проблема анықталды және қандай ұсыныс бере аласыздар? Осы тұрғыдан өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліссеңіздер. Оқушылардың шынайы жауабы мұғалімнің өзін реттеуіне көмектеседі дейді мен әріптесім Дәулет. Гүлжазира әріптесім мұғалім мен оқушының арасындағы байланыстың төмендігін көрсетеді. Иә, дұрыс айтасыздар. Яғни осы пікірлер арқылы біз мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас өте төмен екенін анықталады. Ал қандай ұсыныс бере аласыздар осыған? Бір-екі ұсыныстарыңыз болатын болса, осы жүргізілген мектептегі мұғалімдерге бір ұсыныс ретінде. Иә, Дәулет әріптесіміз дұрыс айтасыз. Яғни эмоциялық зияты төмен екенін анықтауға болады, иә? Мен ұсыныс ретінде айтып кетейін. Мен осы сауалнаманың нәтижесінде әріптестеріме айтатын едім, осы мектептің мұғалімдерінің эмоциялық зият дегеніміз не деген бір кішкентай коучинг па, әлде тренинг па өткізсе, эмоциялық зият деген біздің өзіміздің педагогикалық шеберлік орталығында көптеген тренерлар жақсы жоғарғы дәрежеде өткізген. Мүмкіндік болатын болса, біз сіздердің мектептеріңізге барып, эмоциялық зият дегенімізіне, осы мұғалім өзінің эмоциясын қалай басқару керек екені туралы сіздерге коучинг тренингтер өткізіп бере аламыз. Сабақтардың жүйелі жоспардан ауытқымай жасалса, жоғарғы сыныптарда мұндай пікірлер тумас еді. Дұрыс айтасыз, Динара. Егер жоспар дұрыс жасалса, бұндай пікір болмас еді деді. Балжан деген әріптесім сабақты тиянақты өту керек дейді. Яғни ол да жоспарға қатысты. Ғазиза деген әріптесім мұғалім баламен бала болып тілдесе жақын нәтиже жетуге болады дейді. Әрине. Мына жерде жауапкершілікпен қарау керек дейді. Батырхан әріптесім сабақты уақытты дұрыс пайдаланбау көрініп тұр дейді. Яғни тайм менеджментін дамыту керек деген. Айгерім әріптесім мынандай бір пікірін білдіріпті. Мен өз сабағымда жоғары сыныпта оқушылардың пікірімен санасып өткізуге тырысамын деді. Қазіргі оқушылар тым көп тапсырманы орындауға құлықсыз. Осы кезде олардың міндетті түрде ойларын сұрап отырамын. Әрине. Әрине, ол дұрыс. Сабақ үдерісінде баланың айтқан идеясын сабаққа үлес қосады дейді. Әрине. Міне бір ғана енді келесі тағы да бір жүргізген сауалнама бар. Осы сауалнама орта буынмен және жоғарғы сыныптардың арасында өтті. Олар мынандай сұрақтарға жауап берді. Құрметті әріптестер, енді келесі сауалнаманың нәтижесін сіздерде тағы да бір көріп кетіп, осы сауалнаманың қандай проблемалары анықталды екенін сіздер анықтап берсеңіздер, және қандай ұсыныстар ұсынасыздар. Егер сіз мұғалім болсаңыз, сабақты өткізуде нені өзгертер едіңіз? 7-ші және 7-ші, 8-ші сыныптар арасында мынандай жауаптар берілген. Міне, сіздер слайдта оқып өтсеңіздер болады. Мен енді қызылмен белгілеп қойған себебім, өйткені осы жауаптар
осы жауаптар жиі кездеседі екен. Мысалы, бөлім бойынша 90 бойынша тапсырмалар түсініксіз дейді. 15 пікір айтқан, 60 оқушының арасында 15 оқушы, яғни БЖБ, ТЖБ тапсырмалары түсініксіз дейді. Тұрғызып масқара қылмау дейді. Мені көріп отырсыздар. Ойындар өткізу дейді. Үй тапсырмалардың көп беру ұнамайды деген пікірлерді беріп отыр екен. Осыған байланысты, құрметті әріптестер, қандай проблемалар анықтауға болады? Ғазиза әріптесім өте жақсы бір ұсыныс ұсынып отыр екен. Ең алдымен мұғалімдерден құрылған топтарға, әсіресе жас мамандарға арналған тренингтер өтсек, ондай проблемалар алдын алуға болады. Яғни оқушының үнін мұғалімдерге пайдалана отырып, сонда оқушы орынды болған ұстазды өз-өзін үстін жұмыс жасайды деген ойдамын. Дұрыс айтасыз, Ғазиза. Тренингтер ұйымдастыру керек. Осындай сауалнама жүргізу арқылы қандай проблемалар болып жатыр? Нұргүл, дұрыс айтасыз. Бұл жерде бағалау тапсырмалары дұрыс құрылмаған. Болмаса қалыптастырушы бағалау дұрыс жүргізілмеді. Яғни, мен де осы Нұргүлдің пікіріне қосылып отырам. Сондықтан оқушылар осындай пікір білдіреді. Яғни, мен қазір осы жердегі бір ғана, бұл жерде әртүрлі проблемалар анықталып отыр. Мен бір ғана проблеманы тоқталғым келіп отыр. Мынау БЖБ, ТЖБ, яғни бөлім бойынша, 90-дық бойынша, тапсырмалар бойынша оқушыларды көп алаңдатады екен. Мен қазір сіздерге 19 және 10 сыныптар арасында дәл осы сұрақты қойған кезімізде мынандай пікірлер айтылған екен. Бұл жерде де мынандай пікір айтып отыр. Егер сіз мұғалім болсаңыз, сабақты өткізуде нені өзгертер едіңіз дегенде, 10 сыныптың оқушылары БЖБ, ТЖБ өзгертер едім дейді тапсырмаларын. Себебі маған бір күнде 6-7 сабақта бөлім бойынша және 90-дық бойынша жазу өте қиын дейді. Миым ашып кетеді, шаршап қалам дейді. Бұл оқушылардың пікірі. Яғни, бұл мектепте мынау бағалау жүйесі, яғни жиынтық бағалау дұрыс ұйымдастырылмаған байқалып отырады. Және ол өткені бізде бағалау, осы жиынтық бағалаудың өзінің инструкциясы бар. Сол инструкциясымен жұмыс жасау керек. Әрине, бала бір күнде 5-6 пәннен осы 90-дық бөлім бойынша жиынтық тапсырмалар орындаса, ол шаршап қалады. Оңай, айтуға оңай, Айгерімнің бір несі бар, айтуға оңай, бірақ оқушының қызығушылығын табу оңай емес. Ол үшін мұғалімдер көп ізденісте болу керек деген ойдамын. Үй тапсырмасын көп берген оқушыларға ұнамайды екен. Ол рас, үй тапсырманы орындауға өте көп уақыт жұмсайды менің перзенттерім дейді. Дұрыс айтасыз, Дәулет әріптесім? Мына жерде көптеген әріптестерім өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр екен. Яғни, Несіпкүл деген әріптесім бөлім бойынша 90-дық бойынша жиынтық бағалау жүргізу кестесін дұрыс жасалмауы және тапсырманы дұрыс құрастырмағандығын білдіреді дейді. Дұрыс айтасыздар. Яғни, осы сауалнаманың нәтижесінде мектептер өзінің бағалау кестесін қайта қарау керек екен деп мен айта аламын. Осындай ұсыныстар берілуге болады. Және
мына жерде жоғарғы сыныптарда, мысалы 10-шы сыныптарда түрлі тақырыптарды эссе, мақала жаздыру арқылы өзгерістер ендіретін едім деп айтады. Кейін тағы бір айтатын, топпен жұмысты жандандыратын едім дейді. Яғни топпен жұмысты ұйымдастырылады, бірақ оны ары қарай әлі де басқаша бір жолдарын қарастыру керек екенін пікірлер айтып отыр. БЖБ құрастыру. Сынып деңгейіне Камила айтады, жас ерекшеліктеріне қарай үй тапсырмаларды беруді талаптарын ескеру қажет. Әрине, ол 7-ші сыныптар, 8-ші сыныптарының бұл жерде көптеген үй тапсырмасын береді. Яғни олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес талаптарына сәйкес беру керек екен, Несіпкүл, рахмет сізге. Мына осы оқушының үнін анықтауға жақсы сұрақтар құрастырылыпты дейді. Мен де келісемін. Тапсырманы, мына Батырхан әріптесіміз, тапсырманы оқушының қажеттілігіне қарай дайындалу керек дейді. Тапсырманы оқушының қажеттілігіне қарай және бізге берілген оқу мақсаттарына қарай дайындалу керек. Көріп отырсыздар, мына берілген сауалнамада көбісінде бөлім бойынша және 90-дық бойынша тапсырмаларда біздің мұғалімдерде әлі де қиындықтар кездесетін анықталып отыр. Сондықтан бұндай проблема бар мектептерге мұғалімдермен тапсырмаларды құрастыру және тренингтер, сынып шебер сыныптар ұйымдастырылу керек екен. Тағы да бір айтып кететінім, осы мәселені шешу барысында біздің педагогикалық шеберлік орталығында жазғы демалыста біз мұғалімдерді жиынтық бағалауды қалай құрастыру керектігін жазғы мектеп семинарын ұйымдастырған едік. Осы үдеріс жалғасып жатыр. Яғни біз қаңтар айында, наурыз айында және тамыз айында бөлім бойынша және 90-дық жиынтық бағалау бойынша тапсырмаларды қалай құрастыру керектігін семинарларды ұйымдастырып жатырмыз. Сол семинарларға келіңіздер, біз сіздерге көптеген мәселелерді сіздермен бірге біз талқылаймыз. Көп. Камила, менің әріптесім, тапсырмаларды беруді мұқият қарау керек, дайынды бере салмай. Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде біздің СМК-дағы дайын тапсырмаларды бермей, оқушыларды сол оқу мақсаттарымен қалай жұмыс жасау керек екені, осы оқу мақсаттарға арналған тапсырмаларды мынау қалыптастырушы бағалау барысында қарастырылса, мен ойлаймын, бұндай проблемалар болмайтын еді деп. Ал мұғалім, сіздер әріптестер өте жақсы өздерің ойларыңызды білдіріп отыр екенсіздер. Мен Нұргүл деген мынау үй тапсырмасына тағы да бір өзінің ұсынысын айтып кетті. Жоспар бойынша сол күні оқушы тақырыпты меңгеріп қойса, сол тақырыпқа қайтадан үй жұмысын беру артық. Әрине ол артық. Егер оны игерген болатын болса, ары қарай оның танымдық қабілетін арттыруға арналатын тапсырмалар беру керек деп мен ойлаймын. Мынандай жауаптар. Ал енді құрметті мұғалімдер көптеген ұсыныстар беріп жатыр. Мен де сіздермен келісемін. Ал осы оқушы үнін тыңдауға қатысқан мұғалімдердің пікірлерін де бір сіздер тыңдап кетсеңіздер деп отырмын. Осы жобада қатысқан мұғалімдерден кейін, сауалнама жүргізіп болғаннан кейін, осы сауалнаманың қорытындысын біз талқыладық. Содан кейінгі кейбір мұғалімдер бізге мынандай пікірлерін айтты. Біз көп білдік.
Біз көп дүниені білдік дейді. Оқушылар өз оқуын қалай жылдам жетілетін педагогтармен диалог арқылы өзінің маңыздылығын сезіну, өзі туралы қамқорлық сезіммен қаншалықты мәнге ие екенін сезіну арқылы ынтасын арттырып, өзін құрметтейтінін білдік дейді біздің мұғалімдер. Бұл өте зор әсер береді екен деп сенемін дейді. Балаларға оқу қалай ұнататыны туралы оқушылардан біле алдық дейді. Оқушылардан не ұнататынын, не ұнатпайтынын да біліп алдық дейді. Және оқытудың түрлі тәсілдерін қолдануға белгілі бір түрткі болды деп өздерінің ойларын бөлісіп отыр екен. Жақсы, үлкен қазіргі біздің деңгейі бойынша жиналса оқу сапарлық болар деп ойлаймын дейді. 85-ші мектептен әріптесім сынып оқушылары деңгей бойынша жиналса, оқыту процесі сапалырақ болар еді деп ойлаймын дейді. Жоқ, енді оқушылардың барлығын бір деңгейде жинау ол дұрыс емес деп мен есептеймін. Себебі ол егер біз бір сыныпқа тек қана төмен оқушыларды, бір топқа тек жақсы оқушыларды жинайтын болсақ, ол біздің методикамызға сәйкес келмейді, әріптестер. Міне осындай пікірлер біздің мұғалімдер айтып өтті. Енді осы пікірлерге қосатын мынандай бір қорытындылар мен ұсыныстарды мен сіздерге айта кетейін. Ұсыныстарымыз оқушы үнін жобасын енгізу, яғни әр мұғалім өзінің тәжірибесін жақсарта алатын болса, осы оқушы үнін жобасын енгізу. Оларды тыңдап, пікірлермен санасатындығын сезіндіру керекпіз. Мәселені шешуде олардың пікірлерін есепке алатын көздерін жеткізу керекпіз. Бірлесіп талқылауға болатын сұрақтарды анықтау керекпіз. Оқытуды қалай жақсартуға болатын туралы сенімдерін нығайту керекпіз. Мектеппен оқу деген жағымды көзқарасты қалыптастыру тәсілдерін қолдану. Яғни осы ұсыныстарды мен ұсынып отырмын. Сонымен қоса қай уақытта өткізуге болады? Яғни өткізу мерзімі әр сыныппен 90-ның ішінде, я болмаса жылына 2 рет алсаңыздар болады. Ол сіздердің қажеттіліктеріңізге қарай бұл сауалнамаларды жүргізсеңіз, сұхбат жүргізсеңіз болады. Кеңес беруді қалай жоспарлаймыз, ол сіздің зерттеу ауқымыңызға байланысты. Егер сіз жалпы мектептің ахуалын анықтағыңыз келетін болатын болса, онда соған байланысты сұрақтарды қою керексіз. Егер белгілі бір сыныптың аясында болатын болса, яғни қарым-қатынасты анықтағыңыз келетін болса, онда сіз қарым-қатынастарды анықтауға байланысты сұрақтарды қою керексіздер. Және әрине сіздің оқушылардың пікірін тыңдауға қатысты жас ерекшеліктеріне сәйкес қойылу керек деп ойлаймын. Қандай деректерді жинау тәсілдер? Ол әрине сұхбат, сауалнама, фокус топтары талқылану керек. Жеке және шағын топтармен сұхбаттасу керек. Сыныптағы қадағалау жүргізу керек. Ләззат деген әріптесім, оқушы үні жобасы жолға қойылса, мектеп өмірінде өте құнды болмақ деген пікірлерді білдіріп жатыр. Яғни оның қаншалықты өткізу, ол сіздің қандай зерттеу тақырыбыңызға байланысты, енді бұл оқушының үні. Және сіздерге мен мына жерде сыныптағы оқу аспектілерге қатысты қандай сұрақтар қоюға болатын сұрақтар тізігін ұсынып отырмын. Оқып болады. Және осы сұрақтар жинағын мен сауалнама жинағын өзім құрастырып жатырмын. Болашақта мен өзімнің әдістемелік құрал ретінде осыны мен сіздерге ұсынамын.
Мысалы, мынау жалпы мектептер мәселесі бойынша мынандай сұрақтарды қойсаңыздар да болады. Әріптестер, сіздердің сұрақтарыңызды, пікірлеріңізді барлықтарын тыңдап отырмын. Мына менің ұсынып отырған сұрақтарым, бұл жалпы мектеп, егер мектеп деңгейінде шешкіңіз келетін болса, осы сұрақтарды қолдансаңыздар болады. Ал енді, құрметті әріптестер, мен өзімнің бүгінгі вебинарымды аяқтағым келіп жатыр. Осы вебинарды аяқтауда мен Ыбырай Алтынсариннің, ұлы педагогтың сөзімен аяқтағым келіп отыр. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушылар оларды кінәлауға тиісті емес. Оларға түсіндіре алмай отырғанын өзін кінәлауға тиіс деп бүгінгі вебинарымды мен аяқтағым келіп жатыр. Құрметті әріптестер, егер бүгінгі вебинар сіздерге құнды болып, және ол сіздің мектебіңізге қандай да бір үлес қосатын болса, бұл вебинарды біздің cpm.kz сайтында вебинар тарауында көрсеңіздер болады. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет, ой бөліскендеріңізге рахмет. Рахмет.